жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, баршаңызға күндердің төресі қасиетті жұма мүбәрәк болсын. Бүгінгі сіздермен осы қасиетті жұмада, осы мешітте кездесіп жатқаныма қуаныштымын. Сіздерге Қазақстан мұсылмандарының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағалының сәлемін жеткізгім келеді. Алла баршаңыздан разы болсын. Бүгінгі жұма мүбәрәк болсын. Алла намазымызды, тілек дұғаларымызды қабыл етсін. Өздеріңізге белгілі, міне қазір Зұлқағда айынан кейін Зұлхиджа айы келе жатыр. Демек, қажылық маусымына біз кірдік. Енді біз өз еліміздің азаматтарын, отандастарымызды қажылық сапарына күзетіп шығарамыз. Осы жамағаттың ішінде кейбіреулер қажылық сапарына аттанатындар бар шығар. Біреу ниет етіп жатқандар бар шығар. Сондықтан бүгінгі жұма намазымыздың уағызын осы қажылық туралы сол айтқымыз келеді. Өздеріңізге белгілі, исламда 5 парыз болса, сол соңғысы, сол парыздың ең соңғысы қажылық сапарына барып келу. Өмірінің ішінде бір мәрте қажылыққа барып келсе, сол мойнынан, ол қажылық парызы мойнынан түседі. Бірақ оның шарттары бар. Кімдерге парыз болады, кімдерге міндет болады, оның үкімі қандай, оның тәртібі қалай. Міне осы туралы біз бүгін әңгімелесетін боламыз. Негізі қажылық дегені араб тілінде әл-хаж деген сөзден шығып, ниет ету, үлкен бір істі сол алдын ала соған ұмтылу деген мағынаны білдіреді екен. Енді әрине қажылық ғибадаты бұл үлкен іс. Бұл қажылық ғибадаты тәнмен, малмен және шын ықыласпен орындалатын ғибадат. Өйткені қажылыққа баруда ең бірінші не керек? Ықылас керек, ниет керек. Одан кейін әрине денсаулық керек. Өйткені барып келу үшін өзіміз жүріп, барып, сол жерде ғибадаттарды, амалдарды істеп қайту үшін әрине адамда бір шама қуат, денсаулық болмаса, оны орындау өте қиын. Бұл қажылық, мынау кейбіреулер қазір шетелге барып, немесе өзіміздің өңірлерге бір демалыстарға барып келеді ғой, отпуск алып. Ондай нәрсе емес, өзінің қиыншылықтары бар, өзінің амалдары бар. Міне соларды атқару керек болады. Сосын үшінші, бұл қажылық ғибадатын орындау үшін мал дүние керек. Өйткені әрбіріміздің жағдайымыз әртүрлі. Бірақ көпшілік болғаннан кейін, қоғам болғаннан кейін арамызда бай, дәулетті, ауқатты азаматтар болады. Кәсібі бар азаматтар болады. Ол кісілердің өзінің қажеттілігінен артық дүниесі бар. Өйткені ол жаққа барып келу үшін жолға төленетін қаражаттары бар. Ол жаққа барғаннан кейін қонақ үйге түседі, оған төлеу керек. Ол жердегі барып тамақтанады, оның қаражаты бар. Сосын міне осындай қаражаттар үшін біз әрине осы материалдық жағынан жағдай болу керек. Бұл қажылық ғибадаты қалай парыз болды? Ислам дінінде бір істі парыз деп атау үшін Құран-ы Кәрімнен дәлел іздеуіміз керек. Құран-ы Кәрімде, яғни Әл-Имран сүресінің 97 аятында Алла Тағала «Валиллахи алан-наси хиджул байти ман истата'a илейхи сабила». Яғни Алланың үйін зиярат етуге шамасы келетін әрбір адам үшін қажылыққа бару оның мойнындағы Алланың ақысы дейді.
Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде осы қажылыққа баратын адам шамасы келетін болса, демек бару оған міндет болады деп Алла Тағала аятта ашық айқын осыны баяндап отыр. Ал енді екінші дәлел, оны хадистен де біз оның парыз екеніне бір пайғамбарымыз алейхиссаламның сөзінен немесе ісінен бір дәлел іздеуіміз керек. Ол туралы пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, «Буниял исламу аля хамсин, шахадати ан ла илаха иллаллах, ва анна Мухаммадан Расулуллах, ва иқамис салати, ва итаиз закати, ва хаджул байти, ва сауму рамадана». Ислам діні 5 нәрсеге құрылған. Исламның 5 діңгегі бар. Біріншісі, Алладан басқа құдай жоқ, және Мұхаммед Алланың елшісі деп куәлік ету. Екіншісі, намаз оқу, 5 уақыт намаз, зекет беру, қажылыққа бару, Рамазан айында ораза ұстау. Міне осы жерде, осы хадисте пайғамбарымыз исламның 5 парызын атап өтті. Міне соның ішінде ва хаджул байти, қасиетті үйді сол барып зиярат етіп қажылық жасау деген сөзбен келтіріп отыр. Қажылық ғибадатын біздің қазақ елінде оны біздің ақындарымыз, аталарымыз оны өз кітаптарында, өз шығармаларында не айтып өткен. Міне соның бірі Мәшһүр Жүсіп бабамыз мынандай өлең жолдарымен былай жеткізеді қажылық, қажы туралы. Бірі қажы 5 парыздың бай адамға, 4 түлік төңірегі сай адамға, парыз емес, оқа жоқ бармаса да, ауқаты аз, қолы қысқа жай адамға. Пайғамбар байлар қажыға жүрсін депті, мені келіп үмметім көрсін депті деген осындай өлең шумақтарымен жеткізеді. Демек, мысалы 4 түлігі тең болса, толық болса, ол кісілерге қажылыққа барсын. Ал бірақ ауқаты жетпесе, шамасы келмесе, олар бармаса, оған оқасы жоқ. Олар бармаса да, олар күнәһар болмайды дейді. Ал енді бізде өзіміздің сол қазақ халқында қажы келді, қажы мұрат, қажыбай деген есімдерді естіген болсаңыздар керек. Өйткені өздерінің балаларына, немерелеріне осында ат қоятын болған. Қажы келді, қажыбай деген сөздерді. Өйткені демек сол атасы бір қажыға барып келгенде мысал бір немере көрсе, немесе бір осыны дүниеге бір кішкентай бала келіп жатса, мен қажыға барып келген жылы осы дүниеге келді. Сондықтан бұл баланың аты қажы келді, немесе қажыбай болсын деп осындай аттарды да есімдерді қойған. Бұл дегені сол қажылыққа, қажыға деген құрметтің көрінісі. Ал енді Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл кісіде мына дін туралы көп жазбалары бар. Қаж қыл мұсылмандық шарты деген кітабында қаж қылуға қаражаты да, һәм үй ішінің напақасында малы жетерлік байларға ғұмырында бір мәрте қаж қылмақ парыз деп атап өткен. Бұл кісінің мұсылмандық шарты деген бір кітабы бар. Оны бір фиқ кітабы, ғибадат кітабы деп қабылдауға да болады. Сол кезде кім мұсылмандықты үйренемін десе, осы Шәкәрім аталарымыздың кітабын оқып, дінді үйренген, ғибадатты үйренген. Сосын Ыбырай Алтынсарин атамыздың мұсылманшылықтың тұтқасы деген кітап бар. Ол кісіде осы ғибадат туралы біраз жазбалары болған. Міне осы қажылық туралы ол кісіде қаж ету дегеніміз өмірде бір рет Мекке шаһарында болғушы Қағбатуллахты, яғни Аллаға құлшылық ететін, үй деп танылатын орынға барып зиярат ету деп сипаттайды. Сондықтан бұл мысалдарды не үшін келтіріп жатырмыз? Біз енді аяттан мысал келтірдік. Пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисінен мысал келтірдік. Сонымен қатар біздің аталарымыз да бұл
дін туралы, ислам туралы, соның ішінде қажылық туралы да өзінің сол пікірлерін, өзінің ұстанымдарын сол кітаптарда жазып өткен. Біздің аталарымыз мұсылман болған, аталарымыз қажылыққа барған. Біз сол баяғы заманнан сол осы мұсылмандық жолды ұстанып келіп жатқан халықпыз деп, міне осы кісілердің, аталарымыздың сөзі осы дәлел болады. Өйткені қазір қоғамның ішінде бұл ислам діні, бұл қазақтың діні емес, бұл бізге мүлдем сорпасы қайнаса да бұл бізге тура келмейтін, біздің дін емес деген осындай сөздерді естіп жатамыз әлеуметтік желіде. Жоқ, олай емес. Сол баяғы 9 ғасырдан, 10 ғасырдан бері біздің халқымыз, біздің аталарымыз осы ислам дінін ұстанып келген. Біз осыменен мақтанамыз. Өйткені біздің дініміз болды, мәдениетіміз болды. Ең соңғы дін исламды қабылдап, мұсылман болып, мұсылман атануға Алла Тағала бізге нәсіп етті. Енді осы жерде әрине мынау қажылыққа баратын адам қандай дайындықта болу керек, не нәрселерге мән беру керек, оның шарттары, оның талаптары қалай? Міне осы туралы әрине айтып өту керек болады. Бірінші, қажылыққа баратын адамның ниеті дұрыс болу керек. Жаңа біз айтып өттік қой. Өйткені барлық істе, ол қажылықтан басқа да барлық істе ниет болмаса, ол сауапқа жазылмайды. Біреуге көмектесетін болсақ, бір мұқтаж адамға көмектесетін болсақ, шын ықыласпен көмектесу керек қой. Бір нәрсені істеп жатсақ, шын ықыласпен істеу керек. Оны мақтану үшін, өзімізді көрсету үшін, немесе бір пайданы ойлап, егер оны істейтін болсақ, оған ешқандай сауап берілмейді. Ал біз Алла ризалығы үшін, осы сауап болады ғой, әйтеуір Құдайдан қайтады ғой деген, Құдай бұйырған ғой осыған деген ниетпен істейтін болсақ, ол сол аз ғана істің сауабы да өте үлкен мол болады. Қажылықта да тура осылай ниет керек. Ниет ету керек. Біреудің бір несімен емес, қорқып, немесе ұялып, немесе тағы бір мақтану, тағы да басқа бір пайданы көздеп емес, Алла Тағала маған дәулет берді, маған мүмкіндік берді, маған денсаулық берді. Қажылыққа барып келуге мен мүмкіндігім бар. Егер мен бармасам, Алланың бұйрығын орындамаған боламын. Сондықтан мен мұсылман ретінде мен қажылыққа барып келуім керек деген ниетпен әрекет ету керек, соны бастау керек. Міне осы ниет. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде біз саған осынау кітапты ақиқатпен түсірдік, ендеше дінді Аллаға арнап ықыласпен құлшылық ет дейді. Осы құлшылықты, қажылықты мысалы, оны шынайы ықыласпен атқару керек болады. Әрбір амалдың сыртқы көрінісі болады, және ішкі көрінісі болады. Мысалы, мешітке келгенде мына кісілер қазір намаз оқып отыр. Бұлай тұрғанда намаздың оқуының тәртібі, тұрады, қолын байлайды, рүкух жасайды, сәжде жасайды. Бірақ жүрегінде не бар, оны біз білмейміз. Ол ойында не кешіп жатқанын біз білмейміз. Әйтеуір оның рүкух жасап жатқанынан, сәжде жасап жатқанынан біз оның намаз оқып жатқанын білеміз. Бұл сыртқы көрініс. Біз ол кісі бізге өте тақуа көрінуі мүмкін. Мынау намаз оқып жатыр. Өте қандай бір тақуалы адам деп біз солай сырттан осылай бағалаймыз. Ал бірақ ол кісінің ойында, жүрегінде әртүрлі ойлар, мақсаттар, ықылас ниеттер болуы мүмкін. Ол намазда тұрып, үйіндегі малын ойлап тұруы да мүмкін да ол. Ана мал дүнием не болды екен? Ана бала-шағам мектепке барды екен, мектептен келді екен деген шайтан осындай ойды алып кетіп қалады да, алып қашып кетеді. Ал енді біз әрекет етуіміз керек, кейбір адамдар болады. Бүкіл нәрсені ұмытады. Намазға кірген кезде үйінде не болып жатыр, мына сырттан кім не істеп жатыр, оны ойламайды. Тек Құдайдың алдында тұр.
осы жалбарынып Құдайға құлшылық етіп жатыр. Бұл ішкі дүниені, ол ішкі дүниені тек Құдай ғана біледі. Ал біз сыртқы көрінісінен ғана біз оған бағалаймыз. Біреу сыртқы көрінісі өте кішіпейіл, өте бір тақуа, өте бір мейірімді, киген киімі, сөйлеген сөзі бүкіл солай көріну мүмкін. Ал бірақ Алла Тағала біздің осы сыртқы көрінісімізбен емес, ішкі дүниемізбен бізді бағалайды. Өйткені сондай бір хадис бар ғой, сендердің келбеттеріңе де, пішіндеріңе де қарамайды, Алла Тағала сендердің жүректеріңе қарайды дейді ғой. Кейбіреулер мынау киімі өзіне бір тақуалық сипатқа ие болмаса да, оның жүрісі бір тәкаппар сияқты жүрсе де, бірақ іші өте мейірімді, іші өте таза, адал сондай болуы мүмкін. Міне ең маңыздысы осы. Бізде қажылықта да міне осы нәрсе керек. Қажылыққа баратын адам тек сауапты, тек бір жақсылықты ойлау керек болады. Осында бір хадисті атап өткім келеді. Мынау умра деген нәрсені білесіздер ғой, кіші қажылық. Қаж деп үлкен қажылықты айтады. Кіші және үлкен қажылыққа бөлінеді. Осы туралы пайғамбарымыз алейхиссалам мынандай бір хадисті келтіреді. Бір умра, екінші умраға дейінгі аралықта жасалынатын күнәларға каффарат, кепілдік болады дейді. Мысалы, бір умра жасадық осы Рамазан айында. Келесі бір жылдан кейін тағы умра жасаса, сол бір умра екінші умраның арасындағы күнәларға кепілдік болады дейді. Ал қажылықтың сауабы ол міндетті түрде жәннат болады дейді. Міне сондықтан үлкен қажылық деп, оның да шарттарда өзгеше, ол өзіндік бір сипатқа ие, оған баруды мысалы сәл қиындау болады. Сондықтан оның сауабы да өзіне жараса осылай беріледі екен. Пайғамбарымыз алейхиссаламнан сахабалар сұраған екен, ең абзал амал қандай дегенде, ол кісі Аллаға және оның елшісіне иман келтіру қиын деген екен. Бұлай қарағанда ең оңайысы осы секілді. Екінші қандай амал жақсы дегенде, одан кейін Құдайдың жолында күресу, соғысу деген. Ал үшінші қандай амал жақсы дегенде, ол қажылық деген екен. Қажылық. Мынау қабыл болатын қажылықты орындау, бұл ең абзал амал деген. Соның ішінде ең біріншісі Құдайға және Аллаға иман келтіру. Құдайға, ал елшіге, оның елшісіне иман келтіретін мәрт адамдар ғана иман келтіреді. Құдайға иман келтіріп мұсылман болатын адам, ол шын ер адам, мәрт адам ғана болады. Өйткені бүкіл нені тастап, бұрынғы абыройды да, бұрынғы сенің лауазымыңды да, байлығыңды да тастап, кейде сен иманға келуіңе тура келеді. Мына кезінде, кеңес одағы кезінде көбісі бізде мынау атеистік жолды ұстанды ғой, партия жолын ұстанды. Сол кезде осындай сынақ болды. Бірденнен егемен алдық та, егемендікті алдық та, мұсылмандыққа, ислам дініне жол ашылды. Сонда енді бұрын бүкіл өмірі партияда жүрген адамдарға өте қиын болды. Мен осы 70 жыл осы партияда жүрдім. Мынау менің парт билетім. Мен енді қалай енді бұған енді сатқындық жасаймын? Қалай бұны тәрк етіп, мен мынау мұсылмандық жолға қалай өтем деген. Бірақ кейбіреулер, мынау осынша жыл өткізген өмірімнен мен мұсылман болғаным артық деп, парт билетін тастап, дінге келгендер болды. Мешітке келгендер болды. Намазды бастағандар болды. Ондай ағаларымызды көп көрдік. Ал кейбір ағаларымыз, Құдай кешірсін, менен осынша жыл енді осы неде жүрдіп, енді мен ұят қой енді, бірденнен ауыстыра салу. Дінімді, дүние танымды ауыстыра салу қиын ғой. Соңына дейін мен осы жолда мен шынайы нені сақтап қалайын деп, енді ол білместік қой. Көпшілік білмеді, оны жақсы түсінбеді. Ал бірақ мына сенімді өзгерту өте оңай шаруа емес. Сондықтан мынау қазір біздің жамағаттарда білесіздер, кейбіреулер адасып жүргендер бар. Оны кішкентай кезінде намазды неде үйренді,
Ханафи мазхабтан емес, басқа мазхабпен үйренген намазды. Қолын рафлиядайын жасайды, сосын басқаша намаз оқиды, оның идеологиясы да басқаша, оның ақидасы да басқаша. Енді қазір ақырын біз етек жеңімізді жинаған уақыт, біз оларға түсіндіреміз да, бауырым, сен жарайды, енді сен намазды солай үйрендің, сенің ұстазың бірінші ақиданы солай үйретті. Негізі ол дұрыс жол емес, қате жол. Міне біздің тура жолымыз. Сен мынау сенімде бол, сеніміңді дұрыста, мазхабты мынанда ұстан дегенде, кейбіреулер шынын айтқанда не үшін бері қайтпай жатыр? Олар ұялады. Мен осымен бастап едім, қалай енді мен бұлай ауыстырып кете салам? Енді мен қалай, енді мен аналардың алдында, өздерінің бауырлары бар ғой, солардың алдында ұялады. Жоқ, ол жерде ұят жоқ. Егер ақиқатты көріп тұрғаннан кейін, бұл жерде мәрттік таныту керек, ерлік көрсету керек. Жоқ, мына осынша көпшілік адам ақымақ емес шығар. Осынша көпшілік адам, бізден бұрынғы ата-бабаларымыз мазхаб ұстанған, сенімі дұрыс болған, дәстүрмен жүрген. Менен солардың алдында бір жалғыз өзім бір ақылды болып қалдым ба? Қой, міне, мен осы жолға, бұрынғы жолым қате екен, мен тура жолға, түзу жолға түсуім керек деп, осы жолға келу керек болады. Осындай мысалдар көп болған. Кейбір ғалымдар, мына имам Аш'ари дейміз ғой, имам Аш'ари, имам Матуриди, имам Аш'ари. Имам Аш'ари өте жетік ғалым болған. Ахлі сүнна уәл жамааның сол негізін қалаған, соны реттеген, жүйелеген ғалымдардың бірі. Біз енді Аш'ари жолын ұстанбаймыз, имам Матуриди жолын ұстанамыз. Имам Аш'ари бір Муътазила болған, мүлдем адасқан бір топта болған. Ол кісі ақиқатты тауып, Муътазила жолының қателігін мойындап, көз жетіп, бұл мен қате жолда екенмін ғой деп, бұрынғы бірге жүрген бүкіл ұстаздарын да, бұрынғы бірге жүрген бауырларын да тастап, ахлі сүнна уәл жамағат жолына бұлай бері қараған. Міне сондықтан мен кейбір осындай бауырларымыз болса, мен соларға айтатын насихатым, мынау біздің өзіміздің ата жолымызға түсіңдер. Имам Абу Ханифа мазхабына өтіңдер. Мынау сенімдеріңді дұрыстаңдар. Келіп, мешітке келіп, ұстаздардан, имамдардан сабақ алып, анау діни білімдеріңді дұрыстап алыңдар деп мен насихат айтатын едім. Бұл ұялатын нәрсе емес, бұл ерлік, нағыз мәрттік осындай болады. Адам қырсық болмау керек. Кейбір қырсықтық мінез керек. Ол орнымен оны қолдану керек та. Қырсықтық мінезді. Мұны соғыста, мысалы бір жау келіп жатыр, немесе бір ақиқат үшін сен күресіп жатсың. Сонда сәл өзіңнің ерлігіңді, батылдығыңды, қырсықтығыңды пайдалан. Ал мынандай нәрселерді қырсық болмау керек. Үлкендерді, имамдарды, ұстаздарды тыңдау керек болады. Ал енді тағы екінші, бұл қажылықтың несі? Қажылыққа дайындық керек. Қажылық дайындықты қажет етеді. Енді шетелге кетіп бара жатқан адам бірінші қарайды, қай жерге кетіп бара жатырмын? Мекке қаласына барамын, Мәдина қаласына барамын. Ол қандай қала? Оның тарихын сәл зерттеп, үйреніп, Меккеде оның айналасында қандай жерлер бар? Хира тауы дегені бар, Сәуір тауы дегені бар. Сол жерде жалпы ол халықтың өмірімен танысу керек. Пайғамбарымыздың өмір баяны, сираны оқу керек, үйрену керек. Өткен сол жерге барғанда бірден айтасың: мені Хира тауын алып барыңдар, мені Сәуір тауын көрсетіңдер маған. Өткен сіз мына жақтан оқып алдыңыз ғой, бәрін білесіз. Дайындалу керек та. Ал егер бір шетелге демалысқа баратын болсақ, бәрін зерттеп аламыз ғой. Қай жерде бір арзан қонақ үй бар екен, қай жерде бір жақсы тамақ істейтін жер бар екен, қай жерде бір қыдыратын жерлер бар екен деп, ол жерге бармай бұны зерттеп, бәрін үйреніп аламыз. Ал енді Меккеге баратын кезде міне осындай рухани зиярат ететін, көретін осындай жерлерді бір зерттеп, анықтап, біліп, дайындықпен бару керек. Сосын қажылықтың парызы қандай, уәжібі қалай болады? Ол жерге барған кезде не істеуім керек, қай жерден бастауым керек? Қағбатулланың тарихы қалай болды? Оның көлемі қандай? Айналасында не бар? Соның бәрін оқып, көріп, соны осындай бір азғана бір дайындық
көру керек болады. Сосын мына рухани дайындық, әрі материалдық дайындық. Кейбіреулер мына материалдық дайындық дегенде ол да керек. Кейбіреу велосипедпен шығып кетеді. Мұны велосипедпен қажылыққа кетіп бара жатыр. Нағыз қажылық осы екен дейді. Мен негіз оны қолдамайтын едім. Сен велосипед қай жерге дейін барады? Жарайды, біреу 100-ден біреу жетіп барған шығар. Ал енді жолда әртүрлі жағдай болады. Қарақшыларға тап болып қаласың. Бір жерде аш қалып қоюың мүмкін. Ондай кісілер мәжбүр біреуге қайыр сұрауға тура келеді. Мен қажылыққа кетіп бара жатыр едім. Нан беріңіздерші маған. Маған мынау балонымды желін пісіп беріңдерші. Қайыршылықпен барасың да ол. Міне сондықтан бұны да ойлау керек. Ол кезде дұрыс ол жерде тақуалықты сақтау өте қиын. Мына велосипедпен, бір машинамен кетіп бара жатыр ғой. Әртүрлі кедергілер, әртүрлі жағдайлар болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: біреуге де зияның тимесін, өзіңе де зиян тигізбе деген хадис бар. Сондықтан жан-жақты ойлау керек. Қазіргі ең бір мынау бізде фирмалар алып барып жатыр, 16 фирма. Сондай фирмалар таңдап, өзіне қайсысы ұнайды, сонымен бірге енді қаражатына қарап барып келу керек. Егер қаражаты жетпей жатса, оған міндет емес. Міне сондықтан осындай жағдайларды ескеру керек. Олай болса, міне бізде қазір уақыт болыпты. Сағат намаз оқитын уақыт болған екен. Құрметті жамағат, енді айтатын бір неміз, кейбіреулерде сұрақ туындауы мүмкін. Енді қазір қажылық жақындап қалды, бірақ біз осы күнге дейін әлі үлгермедік. Қазір әлі де сол компаниялармен кездесіп, жолығып, біз сол барамыз деп олармен хабарласатын болсақ, біз әлі үлгереміз бе, жоқ па деген сұрақ болатын болса, міне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мынандай бір мәлімдеме жасап жатыр. Сауд Арабия корольдігінің қажылық және умра министрлігінің рұқсатымен қажылық 20-24 маусымына жазылу науқаны әлі де жалғасуда дейді. Осыған байланысты қажылыққа ниет еткен отандастар биыл рұқсат алған 16 турфирманың біріне жазылуына болатындығын жеткіземіз. Күмәнді, әйтеуір басқа бір фирмаларға жазыламын деп алданып қалмайық. Олай болса, құрметті жамағат, ниеттерімізді Алла қабыл етсін. Алла Тағала мына қажылыққа баратын азаматтарымыздың жолын ашық етіп, аман есен барып, қажылық ғибадатын атқарып келуді Алла нәсіп етсін дейміз. Әмин.